Ең биік зданияға да қасына келіп жеттік. Бұның жанында 2001 жылы 11 сентябрьде болған терактке байланысты мемориал бар. Екі бір-біріне айнымаған здания сол күні қиратылған болған. Және де солардың орындарына осылай екі бассейн құрған. Қазір жанына барып түсіремін. Мына здания осындай өте әдемі. Қойылған терезелер өте қымбат сияқты көрінеді. Бұлай отражениясы өте жақсы болды. Бұл, жаңа, гитарды көріп жатырмыз, бар. Тұрады да, микрофондар құлағында былай. This is a cultural appointment memorial as a consider it's a incredible place. Деп тұрады, короче. Сол қызыға. Яқты, қалай десем болады, мемориал, да? 2001 жылы 11 сентябрьде болған терактке байланысты мемориал құрылған. Екі башня близнецтерді самолетпен келіп қиратқан. Және де солардың орындарына қазір осындай бассейн болады. Негізі тарихи дерек бойынша 3 самолет ұшырылған. Соның біреуі Пентагонға, басқасы, екеуі осыған? Екеуі осыған. Төртінші просто құлап түскен. Поляда құлап түседі. Үшеуміз төртеу екен. Дұрыс айтады. Мына жаққа екеуі құлап түседі ғой. Айтылып отырған терактің орны. Осы жерде адамдардың барлығы құлаған, қашқан. Өте үлкен. Қазір осы жерде видеосы болса салып кетемін. Бұрынғысы. Отражающий эффект көп қалды. Екінші котел. Осы жерде адамдардың есімдері жазылған барлығы. Адамдар көп. Чисто өзімізге арналған видео. Қазір біз Таргет деген бір супермаркетке кіреміз. Осыған дейінгі барған жерлердің барлығы видеода көріп кеттіңіздер. Енді қазір біз Бруклин мосты мен Таймс скверға барамыз. Сонымен видеоның барлығы аяқталады. Қарап жатырып, до конца қолдап отқандарға көп рахмет. Лайкты аямай басып, комментарийда аямай жазып кетіңіздер. Кеттік, аяқла. Target. Biz de turist ruhsat kullanıyoruz. Мына ішінде мультик қарайтын адамдарға, балдарға осындай кітапшалар бар екен. Мында ойыншықтар. Мына жерде динозавр. Балдарға ойыншықтар мына. И киімдер тоже аралас. Бруклин мостындамыз. Келіп қалдық. Адам өте көп. Фотоға түсеткен адам да өте көп. Мына вид осы сияқты. Астымызда машина. Қазір бізде еще замок сатып алдық, осындай қыстырып кетуге мақсат, және мен осылай жасып кетеміз. Вид осындай барлығы.
ау. мына жерге бірдеңке жазып кетсе де болады. Көптеген кілттер өтті. Шашқа байлайтын тақырып. Я достар, мен қазір Бруклиннің мостының үстінде отырып, артымда фонның барлығы өте әдемі. Басқа вообще менде всегда комментарий жоққа, әр блогта осындай әдемі жерлерді көрсем. Қазір біз осыдан кейін Times Square-ге барып, түнгі барлық әдемі беттердің барлығын көрсететін боламыз. Солай адамдар өте көп, және біз қазір заман өте әдемі қала. Bye. Одна просто Инджерси типа. Фамилия мне сколько? Инстаграм можете. Кажи Инстаграм. Антелла Айдай деп қойып просто. Антелла Айдай. Айдай что? Ты что, блин? Меня все равно отель закрыли. Все равно не открыли. Вот так. Просто так держишь. Бүгін 2025 жыл 16 июньда Бруклинский мостқа осындай замок тастамақшымыз. Бірінші өзімнің атын жаза. Бізде уже бар мына. Осындай витпен әдемі. Біз примерно осы жерге ойып кетейін тұр осы айналаға. Себебі мына жерде 2017-ден бері қалған біреуді көрген. Да. Ты замерз? Вот здесь парочка стоит. Барышка стоит? Нет? Барышка стоит? Рисковать надо. Ша. Все? Да. Талгат! Максат! Давай ключ, у тебя есть же? Вчера тогда. Вот это все. Вот это все настоящие эмоции, все зря. У нас вот, ребята, Талгат и Максат. Вот, короче, устанавливают ключи. Вот, вертолет. Талгат. Вертолет. Талгат. Вертолет. Талгат. И Максат. Ну что там, брат? Все, Сделал? получилось. Воу! Браво, поздравляю, брат. Ну-ка, держи. Вот. У нас здесь очень хороший вот вайб. Максат, Талгат. Прикиньте, я бы не Талгат. заметил вот эту. Я когда дома приду, я посмотрю галерею, монтировать вот это. И все. Вот, мне конец было бы. Я жив остался, ребята. Короче, я жив буду. Вот у нас вертолет. И вот
Озотбек Хайкалы, короче, bir gap bilan aytganda. Короче, по-узбекски поговорил, уже все, устал. Если что, давайте, на связи. Йоу! Бруклин'in А? Бруклин'in салем. Бруклин'e салем. Бруклин мостан салем. Дархан. Неге шашып қалды? Шашып қалды. Әдемі естеліктердің бірі. Мақсатында. Болдық, фотоға түсіп, видео жасап, трендтің бәрін жасап. Енді қазір дамбаға орап жатырмыз. Ол деген астында. Вот осы жерде. Қазір сол жерден тоже видеолар шығарам, фотолармен инстаграмға тіркеліп кетіңіздер. Барлығын сол жақта шығарам. Бәрі өзі шаршап қалған кішкене, энергиясы таусылып қалған. Біз жалпы таңғы сағат 6:30-да, ажығы 6:50-де шықтық. Потом 50'de çıktık be. Потом 12 saatten veriyoruz biz aga. Потом сағат 9-да Нью-Йорктан түстік. В следующий раз, да, ладно, не будет с нами, точно. Устал, да? А? Аяқ астымызда барлық метрлар жазылған, қанша қай кезде екен. Қазір көрсетіп жіберейін сіздерге. Вид осындай. Великтеу пәтір. Мына жақта просто великтеу опасно, потому что бір жерде машиналар сырып кетсен или тағысы тағы проблема болып кетеді екен. Сондықтан көбісі предлагать етпеді. Біз район аты Дамбы, қазір сол жерге бара жатырмық. Интернеттегі барлық екі здания тұрады, жанында артында мосты тұратын фотоны көбісі білетін шығар. Сол жердегі фотоны қайталайтын боламыз. Солай. Кстати, пешеходтар осындай болып көрінеді, көріністері. Осы жерде елеп қара жерек көрініп тұрған. Артымызда барлығы келді. Әдемі фото шығады деп ойлаймын. Енді инстаграмды тағы да қалдырып кетемін, тіркеліп, монтаж кішкене естіп тастадыңдар. Өте қуанышты болдым. Рахмет. Міне, осы локация туралы айтып жатырмын. Әдемі, иә? Мына жерде неше түрлі адамдар бар. Точнее, ұлт. Әркім өз тілін сөйледі. Бәрі фотоға түседі, иә. Достар, біз жаңа Дамбодан келіп, қазір өте керемет көрініске және бір өте атмосферный, бір өте керемет вайб. Бұл жерде бізде Бруклин мосты және мына жағымызда сол жаққа Манхэттен мосты. И потом осы жердегі қаланың көрінісі өте керемет сезім.
кешкі уақытта адам көп болады және бұл жерде көбіне бесплатно, ешқандай да ақша төлеп, ақылы төлем дейтін жоқ. Өте бір керемет көрініске ие болуға болады. Және Instagram, TikTok, Reels'тарда көп көріп жүрген местолардың бірінде қазір мен дәл осы жерде тұрмын. Қазір Instagramға Reels және TikTokқа видеолар салып тұрамын. Және де осы аккаунттарға тіркеліп кетіңдер, бәрі описаниеде болады. Көп рахмет. Және келесі баратын жеріміз Times Square. Потом сіз жақтан тағы да күш кадрлар жасаймын. Достар, біз қазір метродамыз. Картамен төлеп шығып, қазір Times Square барамыз. Содан кейін үйге қайтамыз. Қазір сіздерге метроның қалай болатынын барлығын көрсететін боламын. Осындай жолмен жатыр. Бұл адамдар итпен ит жатыр. Иккеден түсеткен базар жоқ. Мне неинтересно для меня. Неинтересно? Біз келдік. Осындай болып екіге бөлінеді. Қазір келе жатыр. Метросы осындай. Метро. Короче, mana metroyimiz keldi. Қазір мен ар жаққа қаратып отырмын. Метродан шықтық, қазір Макдональдс барамыз, потом Times Square и домой. Қазір біз бургер жеп жатырмыз, и потом Times Square. Қазір перекос жасайды, бұл жерде табылмай жатыр, ол жерде өте адам көп. Қазіргі мына жердегі хит болып жатырған $1 пицца да бар, бірақ ода да тоже очередь көп сияқты, или аз ба екен. Түнгі Нью-Йорк осындай. Мақсаттың бірден айтқысы келіп тұр. Менің айтқым келетіні, Нью-Йорк шынымен де кинодағыдай әдемі екен. Мен ойлайтын ал фильмдерде, сериалдарда жалпы бір улицаны жауып қойып, там безендіріп, бір-екі жерлерге там шам қойып, фонарик бірдеңке қойып, освещение қойып, бірдеңкелер экрандар жабыстырып. Негізінде ондай емес екен. Барлық жер әдемі. Мен жаңа видео түсіріп жатырмын. Қайтып қарап жатсам, видео өте әдемі шыққан да. Барлық жер. Әр көшеде және. Айтып берген осы. Қазір біз сәл-пәл жамдырып перекос таптық. Мен осы мына жерде сулар алуға бағалары төбеде.
3talik, 3ta go'shtli, 3ta double et. 4talik ekan, короче, 1, 2, 3, 4 mana. 4talik burger $15 ga. Короче, mana sherilarim, dahan. Да и что кушаешь? Можешь показывать камеру? Chicken burger я. Тут туда. Вот. Нормально. Короче, hamma yoqim ishtaha. Bu. Times Square. Жақындап қалдық. Кинодағыдай болып тұр ғой, действительно. Көптеген рекламалар іліп тұр екен. Яғни интерактивный тақта дейді ма? Вот, алдымызда. Келіп қалдық. Спецэффект үстінде. Бу спецэффект деймін. Мә, подожди. Я, достар, видео соңына да келіп жетті. Біз қазір данный момент Times Square'деміз и далада жаңбыр өте кәдімгі вайбовый атмосферный болып тұр. Қазіргі бізде осы Нью-Йоркты қыдырғанымыздың бір 3/1 бөлігі, және осыдан бөлек қылып видео шығарам. Ал алдағы уақытта тағы да басқа да зданиялар, басқа да месталарға және де күшті жерлерге барып қыдыратын боламыз. Оны алдағы уақытта каналдан көретін боласыздар. Ендеше каналға обязательно тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Талғат және оператор Дара. Times Square'да бір көрсетші.
Yo, жүгір шаршап кеттік. Пойызға үлгеру керек. Crazy. Ұмытпаймын бұл күнді. Екеуміз қалай кетті? Давай, шашын кеп тұрып